Достар, бүгін 90 мен 100-дің арасындағы сандарды азайтудың тиімді тәсілін қарастырамыз. Мысалы, бірінші 174 азайту 98. Бағанмен азайта алуға болады әрине, бірақ ол кішкене көбірек уақыт алады. Сондықтан 98-ге біз 2-ні қосамыз да 100-ге жоқтап аламыз. Бірден 174-тен 100-ді азайтамыз. 74 және мына артық 2-ні қосып азайттық қой, соны қосамыз. Сонда 76. Келесі 365 азайту 94. 94-ті 100-ге жоқтау үшін біз 6-ны қосамыз. Бірден 365-тен 100-ді азайтсақ 265 және де артығымен азайтқан 6-мызды қосып береміз. Сонда 271. Келесі 247 азайту 99. Бірден 100-ді азайтамыз. 147 және артығымен азайтқан 1-ді қосамыз. Тең 148. Тура осы тәсілмен келесі өрнекті қалай шығарасың? Соның мәнін комментте күтемін.